Ассалаумағалейкум. Қозы ғашық болғанмен баянның бағы жанған жоқ, төлеген ғашық болғанмен ол жібекті алған жоқ, біржан ғашық болғанмен іләйімге сырға салған жоқ, бүгінгі үйленіп атқан Жасұлан мен Аяжанда арман жоқ дегіміз келеді. Ал Жасұлан бүгінгі көтеріп отқан шаңырағың биік болсын, кереген кен, терезен тем болсын. Аяжан екеуі ұстасқан қолдарың мәңгілік болсын. Өмірлі болыңдар, шүбірлі болыңдар, тұғырлы болыңдар, ғұмырлы болыңдар дегіз. Ал Жасұлан саған бір айтар тілегім, жүрсең де мейлі есін алғайсың жырақта, махаббат деген сезімге ұлы тұрақта. Тілегім көп ақ сансыз сағатқа сиятын, тығыздау боқты уақыт шіркін бірақта. Халқымды мына сөзіме біраз үйдіріп, бақалындақшы бауырым кәне құйдырып, жұмыр жүректен жұлқынып шыққан тілекті айтайын енді бірер жұмаққа сыйдырып, жақсы жандарға табылар әркез болсыншы, басына сенің бағында бүгін қонсыншы, Алладан кейін жеткізген осы думанға алдымен мынау атаңан аман болсыншы, үй болып міне көтеріп жатсын қосымды, бойдақты ғұмыр осымен енді тосылды, айтсыншы елім екеуін жайлы ән қылып, жүріңдер әркез пайғамбар ісін заң қылып, үйіңнің іші болып жатсыншы базарды, әкелеп шапқан баланың даусы жаңғырып, бұл тағдыр саған сыйласа да ауырын, қиын сәттерде қайыспасыншы жауырын, бақыттың кілтін байлықтан іздеп жүрмегін, бақыттың кілті осы ғой шіркін бауырым, құрметтеп біліп, жеңгесі менен ағасын, қадірлей жүріп, әкесі менен анасын, Аяжан саған бір айтар тілегім, кімдетпе егер жарыңның жалғыз жағасын, жүзеге асып, 100 жылдық сенің жоспарын, қасында егер қосағарларын қостарын, ендігі жерде есімнен шығып кетпесін, балалық шақтан бауыр болып өскен достарым. Осындай тойды жасап беріп атқан апайымызға көптен көп рахмет. Апай, сізге өмір жасын ұзақ, денін сау, ұрпағыңызбен мәңгілік 100 жасаңыз. Тек қана осы Жасұланның, Асқаттың, Олжастың немерелерінен шөбере көруіңізге тілектеспіз. Сізге тек қана мыңнан бір рахмет. Жасұлан, сен Құнанбайдай әке болмасаң да, Абайдай ұл туылсын дегім келеді ұрпағың. Құттықтаған тамадоға ағайын. Мен япшақ қылыстыр, бар екен өлчір жүрген адам. Ертең босым ба бірақ? Босым ертең? Мен де босым ертең. Так, жақсы, достарына бір-екі адам сөйлейік.